Hayırlı gün, құрметті әріптестер, құрметті төраға. Менің аты-жөнім Қанаев Сұңғат Зейноллаұлы, нөмір 15-ші округтан сайланған қалалық мәслихат депутатымын. Қарауымда 27-ші және 28-ші шағын ауданның бірнеше үйлері. Енді өзімнің сайлауалды бағдарламам бойынша жасалған жұмыстардың бірі шағын ауданның жастарының өз кәсібін бастау үшін мемлекеттік грант бөлу ісіне араласып жүрмін. Және де Ақтау жастарының арасында өз жұмысын қамтыған азаматтардың үлес салмағын арттыру мақсатында бизнеске үкімет көрсетіліп жатқан қолдаулардың жастардың арасындағы кеңінен таралуына ықпалдасып, жас кәсіпкерлердің шығуына көмектесіп, сол жас кәсіпкерлердің өсуіне шамам келгенше атсалысып жүрмін. Ауданішілік инфрақұрылымның күтіп ұстау жұмыстарын жүйелеп, автомобиль жолдарын және де жарықтандыруды қамтамасыз ету мәселелеріне араластым. Тұрғындармен кездесу барысында неше түрлі арыз шағымдар болады. Оның бірі ауыз су, ыстық су, жылудың жетіспеушілігі және пәтер иелері кооперативінің жұмысына наразылығы. Енді менің шағын ауданымда ең басты кездескені сол жаңағы ЖЭК-пен проблемалары. Ол енді өздеріңіз жақсы білесіздер ғой. ЖЭК-пен тұрғындардың арасындағы наразылық дейтін сол тек менің жаңа аумағымда емес, қалада әр жерде көп кездеседі. Енді ол жерде шамамыз келгенше өзімнің тарапынан жиналыс жасап, ауызша да ескерту жасап, нақты сауалымды да жазып, қала әкімінің орынбасарын да шақырып, сол жерде жаңағы ЖЭК-тің төрағасының өзінің кабинетінде осындай дөңгелек үстелімізді жасап, тұрғындардың ішіндегі белсенділерін шақырып, сол жерде нақты шешілмей тұрған бір-екі сұрақтарын шешуге атсалыстым. Енді шағымдар бойынша енді өз тарапынан жергілікті атқарушы органдарға, жауапты мекемелерге депутаттық сауалымды бәрінде жасап жүрміз ғой. Оңтайлы шешімдерін дереу табуға атсалысып жүрміз. Жас депутат есебінде енді жастармен тығыз байланыс ұстау маған енді маңызды. Сондықтан оқу орындарында еркін форматта жастармен кездесіп, жастарға неше түрлі жастардың тарапынан да көп сұрақтар болады. Соларға өзімнің әлеуетім жеткенше сұрақтарына жауап беріп, шамамыз келгенше енді олар қазіргі жастар көбінесе білесіздер ғой. Мысалы мемлекеттен бөлініп отқан гранттары бар, басқасы бар, кейбір жерлерде білмеу мүмкін да. Соны енді түсіндіріп, қалай оңтайлы алуға болады жаңағы гранттарды. Я болмаса бізде жалпы мына үкіметтің тарапынан жастарға көп көмек көрсетіліп жатыр қазір. Баспана алу жағынан болсын, тіпті мына мемлекеттік жұмысқа, қызметке қалай баратындарын да білмейтін балалар бар мысалы. Мына резерв дейтін де білмейді қазіргі мысалы. Сондай мәселелер бар жастармен. Соларды шамам келгенше түсіндіріп, әр жерлерде еркін форматта да не обязательно тек бәріміз осы флажогымызды іліп алып, жастардың бәрін жинап қойып, былай да кешқұрымда басқа жерлерде еркін форматта кездесу жұмыстарын өткізіп атсалысып жүрмін. Және де енді қазіргі жастардың ұраны болып келе жатырған қайырымдылық жасап жарысайық деген сөз бар. Осы орайда қайырымдылықты да бүйрегіміз бұрып тұрады қайырымдылық жасауға. Бірақ енді оны жар салмауды да жақсы білеміз. Соның осы қайырымдылықтың аясында осы өзімнің бастауым десем де болады, әріптестерімнің қолдауымен, осы қалалық мәслихат депутаттарының мұрындық болуымен, осы әлеуметтік осал топтағы, осы әлеуметтік салада жұмыс жасап жүрген қызметкерлерге өзіміз іс-шара жасап, марапаттап, оларға бір көңілдерін аулау есебінде үлкен шара жасағанбыз облыс деңгейінде. Сонау шалғай аудандарымыз Бейнеуден де қызметкерлер келіп, осында осы қалалық мәслихат депутаттарына үлкен рахметтерін айтып кеткен. Себебі ол салада енді аты айтып тұр ғой, ерекше жандар емшісі деген. Ерекше жандардың бәрін қарап жүрген қызметкерлердің барлығын еліп жүрген жайымыз бар.
Енді қысқаша осындай, енді айта берсек ұзап кетуі де мүмкін. Оның арасында енді нағыз айту керек мәселе осы жазда, маусымда ма екен, әлде маусым айында ау деймін, осы Аманат партиясының үлкен форумы өткен, оған барлықтарымыз да қатыстық. Осы жерде әріптестеріміз де болды сол жерде. Енді сол жерде өзім жас депутат есебінде қыстың қамын жазды ойла демекші, сол уақытта мына маекте біздің қазіргі кешегі қаңтарда болып жатырған проблемаларды білеміз маектің. Соны енді қыстың қамын жазды ойла демекші, жазда отырып сол жерде өзім нақты министрлерге де сұрақ қойғанмын, сауалымды айтқанмын ауызша. Оны содан кейін жазбаша да жібергенмін. Сол жаз айында жүріп өзіміз Каспий теңізін жақсы білеміз. Каспий теңізінің тартылып жатқанын, енді оны әлеуметтік желіден де басқа жерлерден де бәрі көріп жүр. Сондықтан ол уақытта маусым айында экология министрі Зүлфия Сүлейменова болған, және біздің өзіміздің жерлесіміз мәжіліс депутаты Еділ Жаңбыршин. Сол екі кісінің өткізген сессиясында өзім нақты сұрағымды қойып, сауалымды қойдым. Оған тиісті жауаптар да келді.